Сәлеметсіздер ме? Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін кәсіби қызметке даярлау тақырыбындағы ғылыми жоба аясындағы инклюзивті білім беру курсын жалғастырамыз. Үшінші дәріс инклюзивті білім берудің құқықтық нормативтік негіздері деп аталынады. Бұл дәріс барысында екі сұрақты қарастырамыз. Инклюзивті білім беруді заңнамалық қамтамасыз ету, инклюзивті білім беру жағдайында мектепке дейінгі ұйымдағы оқу тәрбие процесін нормативті құқықтық реттеу. Инклюзивтік білім беру үдерісін құқықтық реттеу қажеттілігі оқыту мен тәрбиелеу сапасының білім беру үдерісінің барлық қатысушыларының құқықтарын жүзеге асырудың кепілі. Ерекше қажеттіліктері бар балаларға білім беру үшін басты міндеттердің бірі болып табылады. Бұл инклюзивті қоғам құрудың қажетті шарты. Мұнда әркім өз іс-әрекеттерінің қатысуы мен қажеттілігін сезіне алады. Біз әрбір балаға оның қажеттіліктеріне және басқа да жағдайларға қарамастан өз әлеуетін толық іске асыруға, қоғамға пайда әкелуге және оның толыққанды мүшесі болуға мүмкіндік беруге міндеттіміз. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының аумағында инклюзивті білім беру Қазақстан Республикасының Конституциясымен, білім туралы заңымен, Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы заңмен, мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы заңмен, Қазақстан Республикасындағы мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заңмен реттеледі. Әр баланың дені сау құрдастары мен сапалы білім алуға құқығы бар. Білім беру саласында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар оқу ақпаратынан басқа қоғамда толық өмір сүру мүмкіндігін, қосымша білім берудің әртүрлі түрлерін бос уақытта және әлеуметтенуді инклюзивті білім беру шешеді. Қазақстан Республикасының инклюзивті мектепке дейінгі ұйымдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық құжаттарға тоқталатын болсақ. Ол біріншіден білім туралы Қазақстан Республикасының заңы, Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары туралы заң, мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы заң, Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы заң, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасының білім және ғылымды дамытудың 2016-19 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық аспектілеріне білім беру мәселесі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 13 қарашадағы заңы, мектепке дейінгі ұйымдар мен балалар үйлеріне қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар, санитарлық қағидалары, 1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың үлгілік оқу жоспары, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы, интеллекті бұзылған мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытудың үлгілік арнайы бағдарламасы, балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы заңы, мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық педагогикалық сүйемелдеуді ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар, педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілетін адамдар лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы заңның негізінде қарастырылады. Сонымен қоса, мектепке дейінгі орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарын жабдықтармен, жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы заңы, мектепке дейінгі балалық шақ республикалық орталығының мектепке дейінгі ұйымдардағы инклюзивті білім беру бағдарламасы,
жалпы білім беретін инклюзивті және арнаулы білім беру ұйымдарына имплантациядан кейінгі балаларды анықтау жөніндегі нұсқаулық әдістемелік хат. Сонымен қоса білім беру ұйымдарында аутизмі бар балаларды анықтау бойынша әдістемелік ұсынымдар қарастырылады. Мектепке дейінгі білім беру саласындағы басым міндет ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың инклюзивті ортада сапалы білім алуға қол жетімділігін қамтамасыз ету болып табылынады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.